Маған всегда менің андай тарологым анам айтады да, типа, Жузи, сенің андай әпкең бар дейді, сені қарап желеп жүреді, потому что я уже какой 6-й год сабағына Айнасын ұратын беді ол кісі. жоқ. Мен когда вот үйге бір керек емес адамда келемін ғой, сол кезінде менде үйде бір нәрсе болады всегда. И в момент, когда последний раз я была в отношениях, это 2 года назад, сөйтіп бір жігітпен араласып жүрдім. Мен үйге жігіт әкелмеймін вообще. Аха, әкелме. И ол мен ауырып қаламын да үйге келеді. И потом мен ұйықтап қаламын. И утром я просыпаюсь, а он такой весь такой синий сидит, типа, мен айтамын, не болды десем. И Айнаның бәрін тұтты. сөйтіп спальныйдан бүйтіп менде бүйтіп есік жабылмай ма? Ол айтады да, спальныйда бір әйел тұрды, Жузи дейді. Шашы бүйтіп бұйра. А маған тарологым айтқан, ана әпкеңнің шашы бұйра, бойы қатты ұзын емес, аласалау деген. Мен содан кейін қорқып кеткенмін, көзім шығып кеткен. Жоза әпке, ол кісі шын өмірде болды ма? Білмеймін, мен походу мен туылмай жатып болған адамды білмеймін.